Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 27 мамыр 2024 жыл. Мына Багуа саунаның жалғасы екінші бөлімі. Мынандай кітапша таптым ішінен. Жаңа кітапшасы нұсқаулығы жоқ деген едім, бірақ шет тілде, қазақ тілінде жоқ. Міне көрсетке кетейін. Барлығы шет тілде. Енді мен тұтынушы болған екен, мен тұтынушылардың құқығы деген нәрсе бар ғой. Менің құқықтарым бұзылып тұр бұл жерде. Багуа саунаны барлығы әпкеледі, осы кәсіптің иесі болады, кәсіпті жасайды, бірақ мынау нұсқаулық шет тілде. Бұны біз шет тілде түсінбейміз, қазақ тілі болу керек, мемлекеттік тіл. Бірақ бүкіл кәсіпкерлер қазір тек қана ақшаның буы, ақша істесе болды, халыққа қызық емес, жаңағыдай денсаулығы бола ма, басқа мәселе болады ма. Енді осы нұсқаулықты арнайы қазақ тіліне аудартып, мына тұтынушыларды қорғау туралы мынау құзырлы органдар қадағалау керек қой. Мына қазақ тілі қоғамы дейміз, қазақ тілі жанашырлары бар, мысалы қазақ мынау прокуратура бар, осы заңдылықтарды қадағалап отыратын. Білмеймін, енді көп қой, құзырлы органдар көп. Мынау Қытайдан келетін, шетелден келетін тауарлардың нұсқаулықтары неге қазақ тілінде жазылмайды? Міне жақындатып көрсетейін. Біреулер айтуы мүмкін, жоқ, оның ішінде бар деп айтуы мүмкін. Міне барлықтарыңызға көрсетейін. Міне шет тілде тек қана ағылшын тілінде жазған. Неге қазақты осы Қазақстанға арналып бүкіл қаншама миллиондаған, миллиардтаған обороттармен келе жатыр осы тауарлар. Бірақ шет тілде жазылған бәрі. Қазақ тілінде нұсқаулықтары жоқ. Міне нұсқаулықтар ешқандай жоқ. Қазақ тілінде кітапшамен көрген жоқпын ішінде. Қазақ тілінде неге бұны жазбайды? Неге біздің тұтынушыларымыз осы қазақ тілді талап етпейді? Қазір дүниенің бәрі ақша болып кетті. Ақша, мынау рухани байлық, ұлттық құндылық, осындай дүниелердің барлығы қайда кетті? Міне нұсқаулықтары еш нәрсе қазақ тілінде жоқ. Міне Багуа сауна, бірақ бұны бүкіл өнер адамдары, бүкіл мынау халықтың алдында жүрген елдің қалаулылары дейміз ба, мынау лицосы бар адамдардың барлығы жарнама жасап жатыр. Бірақ еш қайсысы бірде-біреу айтпайды, мына нұсқаулығы қайда, мына қазақ тілінде неге берілмеген деп айтпайды. Неге бұл қазақ тілінде немқұрайлықпен қарайды? Неге бұған қатаң тыйым салмайды? Неге өкімет осыған қарамайды? Мына парламент депутаттары бар, неше түрлі адамдар бар, бәрі Қытайдан зат әкелетін адамдар бар. Оларда тек қана ақша болса болды ма, ұлттық құндылық деген, мынау ұрпаққа деген тәрбие деген, мынау қазақ тілі деген нәрселер қайда кетті бұның бәрі? Бүгін 27 мамыр 2024 жыл. Мына Багуа саунасының екінші бөлімі. Алдағы уақытта бұны қолданып көріп, сіздермен мынау бұның қандай әсері бар екенін бөлісетін боламыз. Тағы да алдағы уақытта видеоларды түсіретін боламыз. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда, эфирлерде кездескенше сау болыңыздар. Ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ұлттық құндылықты барлығымыз бірге қолдайық. Қазақ тілі маңызды. Бір тіл, бір мемлекет саясатын қолдайық. Бүкіл дүние жүзінен келетін тауарларға қазақ тілінде маркировка дейміз ғой. Қазақ тілінде нұсқаулықтар енгізуді барлығымыз осылай бір ауыздан талап етейік. Бір тіл, бір мемлекет саясатын жүргізейік бәріміз. Бүкіл қазақ елі болып. Рахмет назарларыңызға.